Барлығына сәлем, қайырлы күн. Бүгін үйдегі бар заттармен бесік шайға ең оңай рулет дайындаймыз. Ендеше кеттік, алдымен рулеттің начинкасын дайындаймыз. Ол үшін алманы үккіштің ең үлкен жағынан майдалап аламыз. Алманың үстіне 2 ас қасық қант, 3 грамм корица, 2 грамм лимон қышқылын қосып араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Алдағы шығатын видео рецептерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Видео ұнаса видеоға лайк және комментарий қалдыруды ұмытпайық. Енді бисквитін дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға қант қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып көпіртеміз. Бір шай қасық разрыхлительді ұнға араластырып, оны жұмыртқаның үстіне салып, біркелкі масса болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Соңында бізде осындай бисквиттің қою қамыр шығу керек. Пергамент қағаз салынған табаға алмалы начинканы салып, тегістеп шығамыз. Оның үстіне бисквиттің қамырын салып, алмалы начинканың бетін толықтай жауып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке салып, беті қызарғанша ұстап пісіреміз. Сосын осы видеода көрсетілгендей екінші бетіне аударып, алмалы жағын ораймыз. Рулеттің бетіне әдемілік үшін қант ұнтағын себеміз. Осымен біздің ең оңай әрі тез дайын болатын алмалы начинкада рулетіміз дайын. Бесік шайға керемет кетеді. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше.